Саған ойын қылыңдар ма? Дұрыс, таң атты ғой. Таң атқан соң ояну керек. Қайырлы таң, достар! Қайырлы таң! Тағы біреу оянбаған сияқты. Мен де көріп тұрған сияқтым. Кім? Әне. Ай, тұрсаңшы! Тұр, тез тұр! Күн шуағын шашып тұр. Неге оянбайсың? Қане тұру керек, ояну керек. Енді мына мысықты оятайық. Бұл мысықта. Бұл да бір біздің ерке. Ай, тұр! Ай, қойыңдар. Мысық! Тұрып, жаттығу жаса. Мына балақайларға бұндай еріншек кейіпкер керек емес. Қане, тұр! Оян! Ай, ұйқым келіп тұр. Бізбен бірге жаттығу жасайсың, тұр! Кел мысық, бізбен бірге жаттығу. Ал жаттығуымызды бастаймыз. Кеттік! Музыка! Бір орында тұрып жүгіреміз. Алдымен баяу, асықпай жүгіреміз. Содан кейін тез жүгіреміз. Енді басымызды айналдырамыз, алдымен оңға, сосын солға. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді қолдарымызды 1, 2, 3, 4. Енді артқа 1, 2, 3, 4. Ал жарайсыңдар. Енді біз не істеуіміз керек? Біз тамақтануымыз керек. Тамақтану үшін не керек? Бізге су керек. Солай емес пе? Иә. Ендеше мен суға кеттім. Тоқта. Мына мысық әлі ұйықтап жатыр ма? Мынау әлі жаттығу жасамаған ба? Ай! Оян! Тұр Қанекей! Тұр. Бірақ мен жаттығуымды жасап ұйықтап. Жаттығуыңды жасап болсаң, мына жердің барлығын жина. Біздер қазір су алып келеміз. Сосын отырып, шай ішеміз. Қане, кеттік. Балапан, жүр. Мына жерді жина. Мен саған судың қай жақта екенін айтамын. Су мына жақта екен ғой. Кеттік, өзенге барамыз. Өзенге барамыз, су алып келеміз. Сәлем жақсым. Мяу. Бұл не ұйқы? Ай, менің мына жерді жинап шаршап қалдым. Ұйқым келіп тұр. Жинап? Иә, сен кімсің? Ал мен ормандағы айлакер қу түлкімін. Қу түлкі? Әрине, қу түлкі. Сен мұнда не қып жүрсің? Мен сені туған күніңмен құттықтауға келдім. Туған күнім ме? Иә. Менің туған күнім баяғыда өтіп кеткен. Жоқ, жақсым. Сен қателесесің. Біздің орман барлығы түгелдей сенің туған күнің деп шулап жатыр. Сондықтан мен де сені құттықтауға келдім. Рас айтасың ба? Әрине, рас айтам. Рахмет ендеше. Тыңдашы, достым. Мен саған орманнан сыйлық алып келе жатыр едім. Кенет ерініп қалдым. Ол қандай сыйлық? Егер саған қызық болса, мен оны қазір әкеліп бере алам. Бірақ сен маған көмектесуің керек. Көмектесем. Ендеше, достым, сен мына үйге кіруге маған көмектес. Мен сенің туған күніңе керемет сыйлық алып келем.
Ол да сөз бопты ма? Қане, тездетіп алып кел. Әрине, лезде, көзіңді ашып жұмғанша мен қазір барып алып келейін. Қандай тамаша. Өзі жүйрек маған сыйлыған Мына жерге қой, мына жерге қой. Осы жерге қой. Келмедің. Ай, тұрып тастайсың деме. Осы жерге қой, қой. Шашып қалдым. Мынау ән ұйықтап жатыр ма? Мен ұйықтап жатырған жоқ, мен шаршадым. Мына жерді кім қоқытып кеткен? Мен бағана ғана жинап болғамын. Саған бағана ғана айтқанбыз. Мына жердің барлығын жинадып, неге жинамағансың? Кім шашықты бұл? Ақтөс, мен барлығын жинадым. Рас айтам. Иә. Мұны құйрығыма қарашы, мына жерді жинайын деп. Жарақаттанып қалдым. Солай ма? Және менің бүгін туған күнім. Неге маған айқайлай бересіңдер? Туған күні? Иә. Сенің бе? Өлді. Туған күні екен ғой. Бұның туған күнінде не істесек екен? Бұның туған күніне біздер балық пісіріп берейік. Балық? Иә. Балық қандай? Балық жегің келе ме? Балық жемегелі көп болды. Қане балық жегім келіпті? Жарайды, саған балық әзірлеп берейік. Балық пісіру үшін бізге ағаш керек болады. Ағаш керек па? Иә. Және балық керек болады ғой. Онда мен ағаш жинап қайтайын. Мен балық аулап қайтайын. Балық қайда болады? Балық өзенде болады. Ал ағаш қайда болады? Ағаш ана жақта болады. Ана жақ деген ол қай жақ? Оң жақта. Орманда ма? Орманда, иә. Иә, орманда. Қане, кеттік орманға. Мен мына жаққа кетеді екен ғой. Мен өзенге кеттім, сен орманға кет. Ақмақтар, менің туған күнім деп ойлап қалды. Ал мен болсам ұйықтай беремін. Жақсым, туған күнің менен. Достым, сен келіп қалдың ма? Әрине, және сыйлығыммен. Бұл мінекей күн шатыр деп аталады. Бұның көлеңкесінде ұйықтасаң, жата бергің келеді. Күн шатыр қандай тамаша. Ай, достым, бұл ауыр екен. Қандай тамаша, достым. Ал, достым, туған күніңмен ендеше сен маған мына үйге кіруге көмектес. Әрине, ол да сөз бопты. Уәде, қана артынан ие. Уәде. Ешкім көріп қалмасын. Қош келдің. Мәссаған. Бұл біздің қожайын Ақтөстің үйі. Мәссаған. Ал ендеше біз түскі асымызды ішіп алайық. Түскі ас? Иә. Менің қарным ашты. Менің де қарным ашты. Бүгін түскі асқа бізде жалқау мысығы. Ақтөс құтқарыңдар! Балапан Ақтөс шақырмаңыз! Мінекей, балықты да алып келдім. Ақтөс! Бізді құтқар! Түлкіні кім кіргізіп жіберген мына жерге? Құрып кеткен. Біз оны ұстап алдық. Тыныш. Түлкі! Сені мына жерге кірме деп айтқан едім ғой. Неге келесің? Тыныш, дабырламаңдар. Мен еш жерге кірген жоқпын. Сені мұнда кім шақырды? Мені мысық шақырды, туған күнім деді, сосын келдім. Не дейді? Жоқ, Ақтөс, мен шақырған жоқпын. Ол өзі маған сыйлық бергісі келді. Міне оның сыйлығы күн шатыр. Мүмкін емес, Ақтөс, мені жіберсеңдер, мен барлығын дәлелдей аламын. Сен алаяқтығыңды қашан қоясың? Бұл күн шатыр емес, бұл жай ғана шөп қой. Жай ғана шөп? Иә. Ақтөс, мені кешірші, енді бұлай істемеймін. Ай, балақай. Бұндай ақмақтығыңды қашан қояды екенсің, Соны айтам. Ал, енді бұларды кешіреміз бе, балапан? Кешірейік, басқа не істейміз?
Кешірейік пе? Кешірейік пе? Кешіріңдер. Әрдайым кешірімді болу керек қой, солай емес пе? Әрине. Ендеше кешірейік. Тамам. Кешіру үшін біздер әрқашан достықта болу керекпіз. Иә. Сендерден уәделеріңді алып қалайын. Бұдан бұлай ешқандай қулық жасамайсыңдар ғой, солай ма? Әрине, мен мүлдем қулық жасап көрген емеспін. Және дос болуымыз керек, солай ма? Әрине, дос болуымыз керек. Достық пен ынтымақ болса, бізде барлығы да болады. Солай емес пе? Әрине, Ал енді солай. әркім өз тірлігімен айналыссын. Менің қарным ашты. Онда мен ағаш жинап қайтайын. Сен ше? Балық пісіремін. Жарайды, ал сен? Ендеше мен осы жерде тап-таза қылып жинап тастаймын. Сосын барлығымыз бірге отырып шай ішеміз, солай емес пе? Қандай тамаша. Әрине. Тоқтаңдар, балалармен қош айтысып алайық. Сау болыңдар балақайлар.